Сыбайлас жемқорлыққа қарсы. Бүгінгі таңда сыбайлас жемқорлық заманауи қоғамның өзекті мәселесі болып табылады. Ол үнемі терең зерттеуді, белсенділікті және оған қарсы тұруды қажет етеді. Соңғы уақытта елімізде сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресу үшін белгілі бір заңнамалық база қалыптастырылды. Адамзатқа ертеден таныс сыбайлас жемқорлық заманымен бірге өсіп өркендеп, небір теңеурінді қарсылықтарға төтеп беріп, қайда мол қаражат пайда болса, сол жерге тамыр жайып, бүгінге дейін жойылмай отырған қауіпті кеселдің бірі. Басқа дамушы елдер сияқты біздің жас мемлекетіміз де жегі құрттай бұл кеселге айналып өткен жоқ. Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заңына сәйкес, сыбайлас жемқорлық күрестің барлық мемлекеттік органы мен лауазымды тұлғалары жүргізуі тиіс. Себебі мемлекеттік органдардың ұжымдастырудың, жергілікті өзін басқару органдары басшылықтары өз қызметтеріне әр ата-ана өнегелерсін бала. Тәрбиесіз шоқ жұлдызын жанама, аталыққа даналыққа үйретсең, жолдан таймас ар болғаннан соң санады. Қаралғандар темір тордан арасып, алса дағы мойындамай санасар, беделі кетіп, қайыры қашып ортадан, мәнді өмірі енді қайтып жарасар. Қазақ елі байтақ болсын десеңіз, жемқорлық жолын бірге десеміз, сонда ғана жер гүлденер, ел байып, сонда ғана шарықтаймыз өсеміз. Егеменді өсер елде тұрамын, білдіремін сезімімді жыранмен, жолы менен ел басының жүрейік, жемқорлыққа жол жоқ деген ұранмен. Әпсет Айдос. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы бұзушылықпен күрестің мемлекеттік құқықтар базасы. Сыбайлас жемқорлыққа байланысты құқық бұзушылық үшін жауапкершілікке тарту тәртібі және санкциялар. Сыбайлас жемқорлыққа байланысты құқық бұзушылықтың алдын алу және жол бермеу, алған өнімдерін практикада қолдана білу, сыбайлас жемқорлыққа байланысты әртүрлі іс-әрекеттерге қарсы. Сыбайлас жемқорлық бұл ғаламдық мәселе. Одан әлемнің бірде-бір мемлекеті, бірде-бір саяси жүйе, бірде-бір саяси тәртіп қорғалған емес. Сондықтан бұл індетке бірлесе қарсы тұруымыз керек. Кез келген адам білуі керек. Сыбайлас жемқорлыққа байланысты құқық бұзушылық пен күресті нормативтік құқықты базасын, сыбайлас жемқорлыққа байланысты құқық бұзушылық үшін жауапкершілікке тарту тәртібі және санкциялар, сыбайлас жемқорлыққа байланысты құқық бұзушылықтың алдын алу және жол бермеу, алған білімін практикада қолдана білу, сыбайлас жемқорлыққа байланысты әртүрлі іс-әрекеттерге қарсы шығу. Жемқорлық туралы түсінік. Жемқорлық мемлекеттік басқару құрылымдарындағы лауазымды қызметкерлердің өздеріне тапсырылған қызмет мүмкіндіктерін жеке бастарының пайдасы мен мүддесі үшін пайдалану мақсатында жасаған қоғамға қауіпті қылмыстық іс-әрекеттері. Сыбайлас жемқорлықтың зардаптары. Қоғамның бақытты болашағын тежейді, елдің халықаралық беделіне көлеңкі түсіреді, жұртшылықтың заң мен әділдікке, билікке деген сеніміне сызат түсіреді. Ел болып, еңсемізді көтеріп, тәуелсіздігімізді алып, шаршы әлемге танылдық. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың көрген саясатының арқасында мемлекетіміздің тамыры тереңге тартып, нығая түсуіне бағытталған құқықтық заңнамаларын қабылданып, ел экономиясы мен әлеуметтік жағдайы түзеліп, әлем мемлекеттерінің ортасынан өз орнын айқындады.